Отырыңдар. Балалар, бүгінгі адам қоғам құқығы өтетін тақырыбымыз отбасы құқығы дейді, яғни, иә? Мінекей, қарсыластарына бір стикерден таратайын қазір. Өзіміздің таратқан стикерлеріміз үй сияқты, иә? Қазір сіздерден сұрайын. Так, сұрақ мынандай. Енді бүгінгі тақырыбымыз отбасы құқығы болғандықтан, андағы стикерлерға өздерің жеке-жеке жазасыңдар, сосын оны маған тапсырасыңдар да, сендердің ойларыңыз бойынша отбасы деген не? Отбасы деген не? Соған жазасыңдар. Түсінді ма? Отбасы деген не? Отбасы деген не жазасыңдар? Ал енді балалар жаңағы таратқан стикерлерға тапсырма болды, иә? Отбасы деген не дейді? Яғни сіздер өздерің жеке-жеке жазыңдар, отбасы деген не? Кәне Фархат оқыш, сенің ойынша отбасы деген не? Отбасы ол ең жақын және қатты сүйетін адамдар. Қатты сүйетін адамдар, аха. Тағы да кәне Ербол, сенің ойынша отбасы деген не? Отбасы ол жеке адамның отаны. Жеке адамның отаны, дұрыс. Айғаным, сенің ойынша отбасы тұр? Отбасы ол шағын мемлекет. Отбасы ол шағын мемлекет. Кәнеке, Даржан, сенің ойынша отбасы дегеніміз сол өмірдегі ең асыл қазына. Отбасы деген ең асыл қазына, дұрыс. Сұлтан? Отбасы ол сенің өміріндегі ең басты адамдар. Ең басты адамдар. Аделя, сенің ойынша? Отбасы ол байлық, жақын адамдар. Дұрыс, жақын адамдар. Енді кім айтады? Отбасыға кім жатады? Кәне, Сұлтан, отбасыға кім жатады? Сенің ата-аналар сені өсірген. Сенің ата-аналарың өсірген. Ал енді сіз кәне Ербол айтшы, атаң мен әже ол отбасыға жата ма? Әрине отбасыға жатады, иә? Жалпы былай айтатын болса, отбасы ол барлықтарын жаңағы айтқан тапсырмалардың барлығы дұрыс, иә? Отбасы ол шағын мемлекет, отбасы ол жаңағы жақын туған туысқандар адам, иә? Туған туыс адамдар. Енді осы бүгінгі тақырыпқа байланысты мынандай кластер жасаймыз, иә? Бірінші топқа жаз. Сіздерге жаңағы отбасының жаңағы мақсаты, яғни отбасының басты мақсаты не болады? Екінші топқа отбасының міндеттері. Қандай міндет жүктеледі отбасына? Ортасына отбасы дейсіңдер, міндеті сіздер жаңағы отбасының мақсаты дейсіңдер. Қандай мақсат? Все. Пластик надо еще рисовать, да? Міндеттері, да? Или маңызды değil oluşu? Денсаулық. Родна комфорт. Вообще надо. Oldu mu? Ал енді балалар жаңағы тапсырма берілді, иә? Бір жаңағы сіздерге отбасы туралы отбасының қандай тақырып болды? Отбасының міндеттері. Міндеттері. Сіздерге жаңағы мақсаты және міндеттері, иә? Кәнекей, отбасы айтыңдаршы. Тақырып болды отбасының мақсаты және отбасының міндеті, иә? Бірінші топ сіздерге отбасының мақсаты болды. Кәне оқыңдаршы, отбасының мақсаты не ол? Отбасының мақсаты ең біріншісі ол барлық отбасы мүшелерінің денсаулығын сақтау кезінде
Қолдау көрсету. қолдау көрсету. Енді екіншісі қандай? Ішкі мәселелері өзара келісім арқылы шешу. Және не бұл? Балалардың отбасында тәрбиеленуі. Тәрбиеленуі. Және сіздерде отбасының міндеттері болды. Қандай міндеттер жүктелген отбасыға? Біріншісі денсаулыққа қамқор болу. Сосын Екіншісі балалардың мемлекеттік мекемелерге өткізу. өткізу. Үшінші балаларын тәрбиелеуге міндетті ата-аналар. Төртіншісі біліммен қамтамасыз ету. Және Сұлтан Баланың оқу орнымен келісе отырып таңдауы. Және соңғысы балалардың бақылауда ұстау міндеті. дұрыс, балаларды бақылауға ұстау. Дұрыс айтасыздар. Енді балалар, сабақтың бас кезінде айтып кеттік, бүгінгі тақырыбымызда отбасының құқығы, яғни жаңағы отбасы түсінігі дейді. Енді әрине отбасы болғаннан кейін отбасының өмірлік құндылықтары ретінде адамға жаңағы мәдениет құндылықтарына араласу мүмкіндіктері, сонымен қатар алғашқы әлеуметтік рөлді игеру мүмкіндіктері, сонымен қатар қоғамда өзін өзі ұстау тәжірибесі отбасы болғаннан кейін, сонымен қатар адамға күнделікті өмірге қажетті дағдыларын меңгеру мүмкіндіктері беріледі. Biz aytamiz, bugun vaqtda umr сүрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Отбасында ата-аналарын көмектеп жүрек сөздері бұл. Nasıl ретте әжелерімен Нетті ме? Әрине отбасы дегеніміз ол бірлесіп күн көретін туыстық қатынас тұратын адамдар дейді. Әрине отбасы болғаннан кейін сіздер мектеп табалдырығын аяқтап біткеннен кейін ары қаратай жоғарғы оқу орындарын бітіргеннен кейін барлықтарың қыз болсын, ұл бала болсын отбасы құрасыңдар. Отбасы құрғаннан кейін мінекей суретте, бірінші суретте ерлі-зайыптылар үйленген мен әйел адам жұбы дейді. Түсінікті ғой. Енді екінші суретте толық емес. Суретте толық емес отбасы дейді. Яғни балаларға ата-анасын білу ғана болу сипатталады дейді әрбір енді қиындық жағдайда. Сонымен қатар үшінші суретте толық отбасы мүшелері, ата-анасы, балалары, ата-әжесі түгел отбасы болып айтылады дейді. Енді отбасы болғаннан кейін негізгі отбасы құрған кезде неке туралы шарт болады. Түсінікті ме? Неке туралы шарт болады. Қазір көрсетейін. Неке туралы шарт болады. Жалпы былай айтатын болса, неке дегеніміз ол отбасының құрудың негізгі болып табылады дейді. Неке отбасы құру мақсаты заңды түрде тіркелген ер адам мен әйел адамның арасында тең құқықты одақ дейді. Мінекей, сіздерге назар, мінекей мұсылмандардың неке туралы куәлігі осындай болып қойылады. Осындай қағаз түрінде ол неке мешітте қиылады. Мешітте қиылғаннан кейін онда негізгі үш куәгер болу керек. Екі ер адам, бір әйел адам болады. Сосын некені қиылғаннан кейін неке суы болады. Неке суын ішкізеді ерлі-зайыптыларға. Ерлі-зайыптыларға неке суын ішкізгеннен кейін осы қағазда не жазылған дейді. Үйленуге мүмкіндігі бола тұрып, үйленбегендер менің үмітімнен емес дейді. Сонымен қатар мінекей, сендердің ең жақсылары әйелдермен жақсы қарым-қатынаста болғандарың дейді. Яғни отбасы болғаннан кейін ер адам мен әйел адамның арасында жақсы қарым-қатынас болу керек. Сонымен қатар мінекей, неке куәлігінде тағы не жазылған дейді. Өзің жегенді жегіз дейді. Өзің кигенді кигіз. Бетіне ұрма, жаман сөзбен балағаттама дейді. Және көпшілік орында дауысыңды көтеріп ұрыспа дейді. Деп жауап береді біздің пайғамбарымыз. Түсінікті ме? Неке куәлігінде. Енді неке куәлігінде неке құрғаннан кейін әрине отбасы құрылады, шағын мемлекет болады. Шаңырақ құрылады, шаңырақ құрылғаннан кейін екі жас адамдардың арасында бала-шаға пайда болады. Бала-шаға пайда болғаннан кейін екі жаққа да бірдей міндет жүктелген. Ер адамға да, әйел адамға да.
Сонымен қатар жаңағы бала дүниеге келгеннен кейін бала құқығы деген түсінік пайда болады, иә? Кәне айтыңдаршы, бала құқығы түсінігі дегеніміз не? Өз ойларыңды айтыңдар. Бала құқығы. Бала құқығы. Иә. Айтыр. Әр баланың өз құқықтары. Мысалы, ол ата-анасына көмектесу, үйдің ішіндегі өзінің жұмысы. Иә. Міндеттері бар. Дұрыс. Енді жаңағы дұрыс айтасыңдар, бала құқығы баланың өзінің міндеттері, жаңағы өзінің нелері құқықтары бар, иә? Әрине баланың негізгі ол бізде құқығы ол ата-анасын қамқоршылық ету, иә? Әрине ата-ана болғаннан кейін біраз уақыт өте келе ата-аналар қартаяды. Сосын ол ата мен әже болады. Негізгі міндеті ол ата-аналарына қамқор жасау, иә? Және ата-ананың да негізгі мақсаты мен міндеті ол балаңа қамқоршы болу, иә? Енді тапсырма. Отбасыға байланысты бір 2-3 мақал мәтел. Отбасыға? Иә. Отбасыға байланысты. Тұрды ма? Жазды. Елім сүйер сенеңсіз. Өз отбасын сүйер. Отбасы үшін отқа түсіп. Дұрыс, отбасы үшін отқа түсіп. Бәрі. Ұядан не көрсең, шыққанда Отан үшін. Біз болдық. Oldu mu? Бірінші топ бітірсін. Бақат неме етін жаңағы отан үшін? Отбасы үшін отқа түсіп. Жаңағы отбасы үшін отқа түсіп. Отан қуат, отбасы шуақ. Отан отбасыдан басталады. Елім сүйер сеніңіз, өз отбасын сүйе алған. Өз үйім, өлең төсегім. Ұядан не көрсең, мұнда сонда білерсің. Отбасы үшін отқа түсіп. Бала тәрбиесі бесіктен. Балалы үй базар, баласыз үй қумазар. Ал енді балалар бүгінгі тақырыпты қорытындылай келе, иә? Біз сабақты жаңағы светофор әдісі арқылы қорытындылайық, иә? Яғни бізде светофордың түстері білесіңдер ғой, иә? Қызыл, сары және жасыл. Қызыл түс мен тығырыққа тірелдім, ештеңе бүгінгі тақырып бойынша ештеңе түсінбедім, иә? Сары түсті мен түсінбедім, бірақ барлығын емес дейді. Сонымен қатар жасыл түсті мен жақсы түсіндім және басқа түсіндіре аламын дейді, иә? Түсінді ма? Жаза ойында бүгінгі тақырып бойынша өз ойларыңды Ерболға тарап. Бағдаршам әдісі бойынша стикерлерді қайтадан берділер. Кейбірлерін жазбай тек қана сурет салыпсыңдар, иә? Тақырып түсінікті және басқаларға түсіндіре аламын деп түсіндір, иә? Так, енді сабақтың қорытындылай келе, енді барлықтарыңыз жаңағы отбасыларың бар, иә? Ата-аналарың бар. Сол сіздерге жаңағы сабақтың соңында отбасыларыңа тілейтінім дендеріңізге саулық болсын, ата-аналарың аман болсын, жүз жасасын, жаңағы сіздер оқуларыңызды жақсы оқып, ата-аналарыңызды жаңағы қызықтырып, ата-аналарың әрқашан 365 күн жаңағы сіздердің қызықтарыңызға тоймай ойнап күліп жүре берсін, иә?